Сен ешқашан ешкімнің құрбысы бола алмайсың. Сен өте қу, әрі өзің үшін әйелсің, ешкімге дос бола алмайсың. Миха. Жоқ. Михап кейін не істеп жатырсың? Жоқ. Ештеңе болған жоқ, Санкар. Сенің халің өте жақсы. Неха, Санкарға бар шындықты айтып берейікші. Сен мені есімнен адастыруға тырыстың. Бірақ мен есімнен адасқан жоқпын. Әшейін есуас секілді кейіп танытып жүрдім. Бәрінің көзінше. Сенің шынайы жүзіңді әшкерелегім келді. Сондықтан Михадан көмек сұрадым. Санкар, сен жайды шындықты әу бастан-ақ білгенмін. Сондықтан бәрінің көзінше сені әшкерелеу үшін Хапкиді қолдадым. Не болған, енді түсіндің бе? Не болды? Әлі түсінбедің бе? Тоқта, саған дәл қазір түсіндіріп берем. Тыңдаш, Неха. Миханды қылмыскер деп ойлайтынымды білем. Оны өте қатты жек көресің. Бірақ өтінем, маған бір мүмкіндік берші. Миханның жазықсыз екенін дәлелдеуім үшін. Ол сенің үйіңді өртеген жоқ. Нағыз қылмыскерді тапқың келе ме? Олай болса, маған сенің көмегің қажет. Сонда не істеуім керек? Неха, Санкарды жақтап, оны өзімен бірге мені өлтіргің келіп жүргеніне сендіруім керек. Неха.